Так, менің экраным сіздерге көрінді ма? Иә. Аха, жақсы, кеттік онда. Так, біздер бүгін мынадай тақырыптарды қарайтын боламыз. Так, математикалық операцияларды қарайтын боламыз. Div, mod, input, print, қиынды, тағы да сондай тақырыптарды қарайтын боламыз. Енді қарайық, бізде операция дейтін нәрсе бар. Мысалы, плюс дейтін операция, минус дейтін операция, көбейту, плюс, бөлу дейтін операциялар бар да. Енді қараңыз, осы операциялар, мысалы, былай жазылады да, 5 плюс 6. Яғни, мына плюс деп отырғанымыз бізде қазір операция. Енді қараңыз, осы операция орындалу үшін бізге белгілі бір мәндер керек, белгілі бір оперант дейді, белгілі бір операнттар керек. Мысалы, қазір маған плюсті орындау үшін маған 2 оперант керек. Яғни мен 2 нәрсені кімнен шығып жатыр ал. Пока сіздерден ешқандай не істемейді, қажет емес, егер нәрсе сұрайтын болсаңыздар, микрофондарыңызды қосып не істерсіз, пока сөндіріп қоя беріңіздер. Қараңыздар, мына плюс операциясына бізге 2 оперант керек болады. Көрдіңіз ба? Мен 2 бір нәрсені бір-біріне қосамын. 5 плюс және 6, Сол сияқты біздер мысалы 5-тен 6-ны алып тастайтын болсақ, минус операциясына бізде 2 оперант керек болады. Енді қараңыз, осы мына тұтастай мынаны алған кезде бұны айтады өрнек дейді. Өрнек дейміз. Өрнек деп отырғанымыз, қазір бір минут, мына кісілер келіп жатыр. Өрнек дегеніміз операнттардан тұратын және операциялармен біріктірілген белгілі бір мәліметтер немесе жаңа тіркестер. Енді қараңыз, осы операциялар операнттардың санына байланысты, операнттардың саны деп отырамыз, мыналардың санына байланысты бізде мынадай түрлерге бөлінеді. Бірінші бұл унарный деп аталады, унарлы. Екіншісі бұл бізде бинарлы деп аталады. Бинарлы. Так, бинарлы дейтін естеріңізде болатын болса қандай еді? Бинарный нәрсе деп атайтын едік та біздер. Үшіншісі, 2 несінелер бар. Үшіншісі бізде тернарлы дейді, тернарлы. Енді қараңыз, унарный операцияларда бұл жақта бізде бір оперант болады. Бір оперант. Так, мына жақта енді түсінікті да, 2 оперант болады. Мына жақта неше оперант болады? 3 оперант болады. 3 оперант болады. Так, мына жақта 2, мына жақта астында 3. Енді қараңыз, бізде осы операнттардың санына байланысты мына өрнектер немесе тіркестер белгілі бір приоритетке ие болады. Мысалы, математикада дәл сондай да, мысалы 5 плюс 6 көбейтілген 2 дейтін болсақ, онда біздер білеміз көбейтудің приоритеті плюске қарағанда жоғары. Солай ма? Мына жақта да дәл солай. Бізде унарный операторлардың приоритеті ең жоғары, олар бірінші орындалады. Одан кейін бізде бинарный операнттардың приоритеті шамалы төменде, олар екінші орындалады. Одан кейін ғана барып бізде үшінші тернарный операнттар орындалады. Енді қараңыз, мысалы бізде бинарный операнттар плюс, көбейту, минус, бөлу дейтін әртүрлі математикалық операциялар бар да. Мысалы 2 көбейту дейтін де операция бар да, дәрежесін шығару. Бұлар, қараңыз, барлығы бинарный ғой. Бұлар енді математикалық тәртіп бойынша математикада қалай орындалады, мына жақта дәл солай орындалады. Яғни көбейту бірінші орындалады, қосу екінші деген сияқты осылай кете береді. Енді қараңыз, бізде унарный плюс, унарный минус дейтін операциялар болуы мүмкін. Мысалы, сіз минус 5 көбейтілген 6 дейтін болсаңыз, қараңыз, мына минус 5, бұл жерде сондай операция белгілі бір. Яғни ол 5 үшін орындалады. Көрдіңіз ба? Яғни, мына жақта мынадай орындалатын болса, мынадай келетін болса, бір тіркес келетін болса, бірінші әуелі бізде минус 5 орындалады, одан кейін ғана барып көбейту орындалады. Түсінікті ғой да, түсінікті ғой да? Жақсы, енді қарайық, бізде 4 математикалық негізгі операцияларды сіздер ешқандай қиындықсыз орындай берсеңіздер болады, ешқандай шектеу ештеңе жоқ, қалай жазылады, дәл солай орындалады. Мысалы, плюс, минус, көбейту бізде жылтышша түрінде берілеміз, бөлуді мынадай слэш түрінде береміз. Орындауға жіберетін болсақ қазір. Так, қарайық. Так, мен ыңғайлы болу үшін мынадай бірінші күн, екінші күн деп сіздерге бөліп қойғам. Қазір мен екінші күн деп создавать етіп жіберейін. Так, қарайық. Көрдіңіз ғой да, 11, минус 1, 30 және 0, 83 дейтін мынадай шама шықты. Сұрақ бар ма?
Сұрақ жоқ та. Түсінікті да, ешқандай қиын ештеңесі жоқ. Математикада қалай орындалады, бұл жақта да дәл солай орындалады да. Тек мына жерде енді балаларға шамалы түсіндірген кезде қиындау болады. Біздер мына көбейтуді математикада ол кісілерге, ол балаларға да, мысалы математикада нүкте түрінде беріп келетін болса, бөлуді не түрінде беріп келетін болса, екі қос нүкте түрінде беріп келетін болса, енді сіз келесіде 6-шы класста Pythonда бөлу деген мынадай жазылады, көбейту деген мынадай жазылады деп, сол жер шамалы қиындау болуы мүмкін. Оны бірақ енді оны өздеріңіз түсіндіруілеріңіз керек. Так, бұл операциялардан басқа бізде тағы да қандай математикалық операциялар бар, соны біздер қарап жіберейік. Бізде мынадай математикалық операциялар бар. Мысалы, дәрежені есептеуге болады. Мысалы, мен дәрежесін есептеу үшін 2-нің мысалы 4 дәрежесі есептейін. Ол кезде менде 2 мынадай жылысша қоямын, әрмен қарай соның дәрежесін жазайын. Яғни мына записіміз 2-нің 4 дәрежесі дегенді білдіреді. 2-нің 4 дәрежесі бізде қазір 16 шығады. Ол түсінікті ғой, да? Қараңыз, 5-тің мысалы 2 дәрежесін шығару керек болатын болса, сіз 5 дейсіз да, 2 дұрысша қоясыз. Ол 25 2 дәрежесін шығарып береді. Керісінше 25 қос нүкте 0,5 қоятын болсаңыз, бұл жерде жазайын екен. Қараңыз, 0,5 қоятын болсаңыз, ол сізге наоборот түбір астын шығарып береді. Көрдіңіз, 25-тің түбір астысы. Түбір асты деп отырғанымыз бізде былай еді ғой, да? 2-ден 1 дәрежесі еді ғой. 2-ден 1 дәрежесі, сондықтан ол 0,5 дейтін болсаңыз, ол сізге түбір астын шығарып береді. Сұрақтарыңыз? Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ та, кеттік әрмен қарай. Енді қарайық, бұдан басқа тағы бізде қандай математикалық операциялар бар? Бізде программирінде diff және mod дейтін бар. Diff деп отырғанымыз бүтін бөлігі арқылы бөлу, divide дейтін сөзден шыққан, бүтін деген сөзден, бөлік дейтін сөзден шыққан. Сосын mod дейтін бар, яғни модуль дейтін сөзден шыққан. Яғни қараңыз, бір санды екінші санға бөлгендегі қалдығын білдіреді, екіншісі бір санды екінші санға бөлгендегі бүтін бөлігін білдіреді. Мысалы сіз айтуыңыз мүмкін, 10-ды мен 3-ке мынадай түрде бөлетін болсам, кәдімгі мынау бөлігі, бұл кезде мен математический түрде 3,33 түрінде шығарады. Көрдіңіз, маған қалдық бөлігі керек емес ешқандай. Мен қалдық бөлігін сіз шығарғым келетін болса, менде бірнеше жол бар. Мен бірінші былай жасауым болады. Қараңыз, мен 3-ке бөлем. Мына жақтан float шығады ғой, жаңағы 3,33 дейтін шығады ғой. Мен осы float'та не жасауыма болады? Бүтін сан жасауым болады. Int. Ше шығады жауабы? 3 шығады. Дұрыс қой да, мына жерде, яғни 10-ға 3-ке бөлесіз, 3,33 шығады. Соның сіз тек бүтін бөлігін ғана алдыңыз. Int. Бүтін бөлікке айналдырып алдыңыз. Енді мына жақта бүтін бөлігін алу үшін мынадай int-ті қолданудың да қажет жоқ. Сізде тағы бір басқа операция бар. Ол 2 мынадай слэш арқылы бөлу. Яғни бүтін бөлігі арқылы бөлу. Дәл солай орындайтын болсаңыз, нәтижесі не шығады? 3 шығады. Яғни 10-ды 3-ке бөлген кезде нешеден бересіз, соны жазасыз, болды. Әрмен қарай қалдығын оны бөлмейсіз, сол жерде тастайсыз. Мысалы, сізде 20-ны бөлу керек болатын болса, 2 бүтін бөлігі арқылы, мысалы 6-ға бөлу керек болатын болса, нешеден бересіз? 3-тен бересіз, Әр жағында қалдығы 2 қалдық бір нәрсе бар ғой, оны сіз вообще қарамайсыз, сіз айтасыз 3 болды. Көрдіңіз, 3, бүтін бөлігін аласыз. Енді мына жерде мынадай нелер бар, қарайық, мысалы бізді кішкентай санды бөлетін болсақ, үлкен санға 5-ті 10-ға бөлетін болсақ, былай бөлетін болсақ 0,15 шығады ғой, да? Егер мынадай арқылы бөлетін болсақ, бүтін бөлігі неше болады? 0 болады, бүтін бөлігі 0 болады. Яғни 0-ден бересіз. Әр жағында қалдық, 5 қалдық қалады. Но қалдық пока бізге қажет емес. Түсінікті ғой да, әріптестер? Бүтін бөлігі арқылы бөлу, да? Енді кеттік, келесі бізде қалдық арқылы бөлу дейтін бар. Жаңағы бүтін бөлікке, былайша айтқанда қарама қарсы нәрсе. Бұл жерде сізге бүтін бөлігі керек емес, сіз оның қалған қалдығын аласыз. Мысалы, процент арқылы жазылады. Мысалы, 10-ды 3-ке бөлгендегі қалдығын шығарып көрейік. Мана бүтін бөлігі арқылы бөлген кезде неше болды бізде? 3-тен шығады. 3 болады. 3-ті мына жақтағы 3-ке көбейтесіз. Соны бөліп тұрған 3-ке көбейтесіз. Неше болады? 9 болады. Сол шыққан 9-ды 10-нан алып тастайсыз. Онда 1 қалдық қалады. 1 қалдық қалады. Қиын ештеңе жоқ қой, да?
қиын ештеңе жоқ. Кеттік, жақсы. Тағы да. 20% 6. Неше болады? 2 қалдық дейді. Дұрыс па? Аха. 3 қалдық па, 2 қалдық па? 2 қалдық қалады. Неге 2 қалдық қалады? Аха. 3-тен береміз, 18 болады. 18-ден, 20-дан 18-ді алып тастаймыз, 2 қалдық қалады. Дұрыс қой, да? Дұрыс та. Тағы бір сұрақ. 10% 20. 0. Так, 0 ма? 5 қалдық па? Жоқ. Қараңыз, бұлай бөлетін болсақ, бізде неше болады мынау? 2 қалдық қалады. Пока мынадай болатын болсақ, мынау нешен шығарады қазір? Мынау бүтін бөлік емес, мынау қалай? Бүтін 0 болады, е? Қараңыз. 0 шықты ғой, жаңағы бізде шықты, 3 шыққан сияқты 0 шықты да. 0-ді апарып нешеге көйтеміз? 20-ға көйтеміз. Неше болады? 10 болады. 0 болады, е? Мына жақта 20-ға көйткен кезде 0 болады, бәрі 0-ге көйтетін болсақ. Сол 0-ді алып неден алып тастаймыз? 10-нан алып тастаймыз. Сонда неше қалады? 10 қалуы керек. Көрдіңіз ба? 10 қалды. 10 қалды. Мына жерде әріптестер, сіздер шатаспас үшін мынадай бір ереже бар, негізінде қазір сол ережені сіздерге жазып көрсетемін. Қараңыздар. Егер сіз үлкен санды, кішкентай санды, то есть үлкен санға қалдық арқылы бөлетін болсақ, онда сол санның өзі шығады. Көрдіңіз ба? Сіз мына жағына қандай сан жаза беріңіз, бәрі 15-тің өзі шығады. Өйткені бәрі 0-ден бересіз ғой, 0 бүтін болып кетеді да. Ол мына жағын бүтіннің бөлігі 0 шыққандықтан, мынаны негесі көбейтсеңіз де, 0-ге көбейтсеңіз де, қандай сан болмасын 0-ге көбейтсеңіз де бәрі 0 шығады. Шыққан 0-ді 15-тен алып тастайсыз, 15-тің өзі шығады. Түсінікті? Аха, енді қараңыз. Мысалы біздер 45% 9 дейік. 8 Қалдық неше болады? 0. Қалдық 0 болады. Неге 0 болады? Аха. Так, мынаның нәтижесі бізде 5 болады. Шыққан 5-ті біздер 45-тен алып тастаймыз, 5 көбейтілген 9-да, е? Дұрыс қой. Нәтижесі 0 болады, е? Түсінікті ғой, да, бұл жер? Жақсы, кеттік. Қарайық. Енді жаңа ережені жазайық. Бірінші бізде мынадай нәрсе ғой. Так, қазір 1 минут. Notepad. Бірінші ереже, біздер мынадай бір общий түрде жазып көрейік. A процент B. A процент B. Так, бірінші жағдайда, егер A үлкен болатын болса B-дан, қараңыз, A үлкен болатын болса B-дан, онда нәтижесі не болады? Егер A үлкен B-дан болса. Аха, мысалы, 45 емес, ладно, мынадай 10% 20. 10% 20. Нәтижесі неше шықты? Онда A-ның өзі шығады ғой. Онда нәтижесі A болады. Дұрыс па? Жақсы, келесі екінші ереже. Аха. Егер A B-ға қалдықсыз бөлінсе, нәтижесі не болады? Нәтижесі 0-ге тең болады. Келесі үшінші жағдай бар, болды үшінші жағдай. Егер бізде A B-дан кіші болатын болса, то есть наоборот былай болатын болса, е? Так, мына жақта наоборот жазамыз ғой, да? Үлкен емес, кіші дейміз ғой, е? Мына жақта үлкен дейміз. Шатасып кеттік, е? Дұрыс қой. Мынау A, мынау B ғой. Дұрыс емес. Дұрыс қой. Мынау A, бір 10 деп отырамыз. A, мынау B ғой. Мына жақта жаңа қателесіп кетті. Аха. Так, A үлкен болатын болса B-дан, және ол қалдықсыз бөлінбесе, былайша айтқанда, онда нәтиже бізде 0 мен 1 мен B минус 1-дің аралығында болады. Былайша айтқанда 0 мен деп алсақ та болады, осының аралығында болады. Мынаны қазір дәлелдеп көрейік, сіздерге. Мысалы 9-ды бізде қазір процент арқылы бөлейік, 1-ге бөлейік. Мына жағы кішкентай ғой, мына жағы үлкен. Көрдіңіз ба? Нәтижесі сізде 0 болады.
Келесі 9-ды 2-ке бөлесіз, нәтижесі 1, 9-ды 3-ке бөлесіз, нәтижесі 3, 9-ды 4-ке бөлесіз, нәтижесі 1, 9-ды 5-ке бөлесіз, нәтижесі 4, 6-ға бөлесіз 3, 7-ге бөлесіз 2, 8-ге бөлесіз 1. Көрдіңіз ба? Шыққан сандар, мына жерде шығып жатқан сандар. Мына жерде шығып жатқан сандар. Мына бөлініп жатқан сандардан ешқашан артып кетпейді. Көрдіңіз ба? 5-те бөлген кезде бізде ғана 4 шықты, қалған жағдайда ол артып кетті. Егер артып кететін болса, онда бүтін бөлігі тағы плюс 1-ге көбейетін еді. Плюс 1-ге көбейтетін. Мысалы, тағы да көрейік та. Мысалы, 9-ды біздер процент 5-ке бөліп көрейік. 5-ке бөліп көретін болсаңыз 4 шығады. Егер 8-ді бөліп көретін болсақ 3 шығады. 7-ні бөліп көретін болсақ 2 шығады. 6-ны бөліп көретін болсақ 1 шығады. 5-ті бөліп көретін болсақ 0 шығады. 10-ды бөліп көретін болсақ қайтадан онда 0 шығады. То есть мына жақта 5-ке бөлеміз. Көрдіңіз ба, сонда шыққан нәтижелеріңіз сіздің 0 мен былайша айтқанда 4-тің аралығында болады. Яғни мына бөлініп жатқан саннан асып кетпейді былайша айтқанда. Түсінікті ғой да мынау? Математикалық есеп сияқты ғой. Жақсы, енді бұны сіздерге не үшін айтып отырмын, сіздерде енді мынадай бір нәрсе болуы мүмкін. Қарайық. Мысалы, бізге бір сан берілген, А дейтін сан берілген, мысалы, оның мәні 45. Енді қараңыз, біз осы А дейтін санды, Адан 45 қой нәтижесі мәні да, 45-ті төңкеріп, керісінше 54 дейтін сан алуымыз керекпіз. 54. Түсініп отырсыздар ма, әріптестер? Аха. Так. Аха, қалай аламыз? Кімде қандай идея бар? Бірінші соңғы санды табу. Аха, бірінші. Мына 54-ті жасау үшін 45-тен біздер мына санды былайша айтқанда 2-ке бөлуіміз керекпіз, біреуін 4, біреуін 5 деп алуымыз керекпіз. Так, 45-тен 4 алу үшін оны нешеге бөлеміз? 10-ға бөлеміз. Аха, біріншісі мен n1 деп алайын, n1 a бөлінген. Қандай бөлу болады бұл жерде? Процент. Жоқ. Иә. Мынада 2 бөлік болады, 10-ға бөлеміз. Мынау 4 болады қазір нәтижесі. Аха. Келесі 5-ті қалай аламыз 45-ке бөлген кезде? Қалдығы. Қалдықпен аламыз. 10-ға бөлгендегі қалдығын табамыз. 10-ға бөлгендегі қалдығын табамыз, 10-ға бөлгендегі қалдығын табамыз. Неге мына жердегі 10-ға бөлгендегі қалдығын тауып отырмыз? Өйткені мына ереже бойынша, қараңыз, мына ереже бойынша, егер бізге бұның орнына 10-ды жазатын болсақ, нәтижеміз бізде нешенің аралығында болады? 0 мен 9-ның аралығында болады. 0 мен 9 деп отырғанымыз сол барлық цифр деген сөз. Көрдіңіз, яғни А қандай сан болса да бәрібір сіз оның соңғы цифрын аласыз. Мысалы 89 болатын болса 9 шығады, 86 болатын болса 6 шығады, 81 болатын болса 1 шығады, 80 болатын болса қалдығы 0 болады. Көрдіңіз, сондықтан біздер 10-ға бөлеміз. Енді кеттік. Бізде қазір n-да 4 тұр, n2-де 5 тұр. Так, әрмен қарай одан 54-ті қалай жасаймыз? Қосамыз. Жоқ, қазір қараңыз, мына жақта бізде 4 тұр ғой. Мына жақта 4 тұр. Мына жақта неше тұр? 5 тұр. Мына жақта 4 тұр. Енді осыдан бізде 54 жасауымыз керекпіз. Мен қазір екеуін шығарып көрейін сіздерге. n1 тұр, n2. Қазір екеуін шығаратын болсаңыз, так, бұл бізде 0,2 емес, 0,3 болып кете берсін. Так, онда сізге қазір 5 пен 4 шығады, но бірақ екеуі екі бөлек шығады сізде. Көрдіңіз, Так, екеуін орын алмастыратын болсақ. Былай не істейтін болсақ, қазір екеуі екі бөлек тұр. Өйткені 5 бөлек тұр, 4 бөлек тұр. Сіз мына жерден схитрить етіп жіберуіңіз болады, кешегі сияқты. Ортасына пробелді қалай алып тастайтын едік? Сәп, аха. Былай қыламыз, да? Пробелді алып тастаймыз. Мына жақта қазір 54 шыққан сияқты болып тұр, но бірақ бұл самом деле 54 емес, яғни 5 пен 4. Солай ма? Маған алдамай кәдімгідей 54 шығару керек болатын болса не істеймін? Біріктіру бар, қалай біріктіреміз? 5-ті нешеге көбейтуіміз керек біз? Сіз былай істеп тұрсыз, былай айтып тұрсыз ғой, сіздің қазір, сіздің айтқаныңызда түсініп тұрмын. Сіз аны былай істегіңіз келіп тұр ғой. Да? Нет, 5-ті 10-ға көбейтіп. Аха.
Так, 5-ті 10-ға көбейтіп дейді. 5 деп отырғанымыз бізде қандай айнымалды? N2 10 плюс N1. Аха, N1. Мынаны түсіндіңіздер ғой да, қараңыз. 5-ті сіз 10-ға көбейтетін болсаңыз 50 болады. 50-ге апарып нешені қосасыз? 4-ті қосасыз, 54 болады. Нәтижесін экранға шығарсаңыз болады. Болмаса бір S дейтін айнымалығы алып алайық пока. Сосын әрмен қарай сіз ол S дейтін айнымалын шығарасыз. Нәтижесі уже как бүтін сан ретінде, яғни көрдіңіз ғой да, ешқандай сэп ештеңе жазуына қажет жоқ, ол уже 54. 5 пен 4 емес, ол уже 54. Түсінікті болды ма мынау? Аха. Жаңағы апайдың айтып отырған сияқты былай да жасауға болады. Қараңыз, мына 5-ті как жол түрінде алып, 4-ті жол түрінде алып, 2 жолды бір-біріне қосып, 2 жолды бір-біріне қосатын болсаңыз, сізде 54 жетін мынадай жол шығады. Сосын жолдан қайтадан сан жасаймыз. Көрдіңіз, так, сол әдіспен шығарып көрейікші ал. Так, мынаны жолға айналдыру үшін не істейміз? Жоқ. Жолдың типі қандай еді? Стр, Аха, біз айттық кеше. Қандай тип болатын болса, сондай функция бар дедік та. Бізде демек стр дейтін функция бар деген сөз. Так, біздер n2-ні айналдырамыз бірінші, Оны апарып қосамыз, str нешені қосамыз? n1-ді қосамыз. n1-ді қосамыз. Так, бұл жақта менде 54 шығады. 54, бірақ менде әлі тырнақшаның ішінде тұр. Сол тырнақшаның ішінде тұрған 54-ті мен қайтадан неге айналдырам? Санға айналдырам. Санға айналдыру қалай еді? Int. Қайтадан сан айналдырам. Так, оны апарып мен бір p дейтін айнымалыға меншіктейін. P дейтін айнымалыға меншіктейін. Print p-ны шығарамыз. Нәтижесі бізде қазір 54 шығуы керек. 54 шықты ма? Түсіндіңіздер ма? Мынаны? Аха, жақсы. Сұрақтарыңыз? Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ та. Мына кітапты бойынша қарайтын болсақ, кітапта осындай есептер өте көп. Жаңа санның соңғы цифрын тап, жаңа бір сандың жаңа цифрлардың орындарын алмастыр деген сияқтылар. Мына жақта міне 6-шы класста осындай көрдіңіз ғой да. Біздің қазір өтіп жатқанымыз бүтін бөлігі бойынша және қалдық бойынша бөлу дейді. Мына жақта барлығын көрсетіп түсіндірген. Цифрларды қосу дейді ғой. Міне как раз мына тапсырма, 100-ге бөлу арқылы біздер бірінші санды аламыз, 10-ға бөлу арқылы соңғы санды аламыз, екеуінің бір-біріне қосатын болсақ, онда осылай шығады. Так, сұрақ жоқ болса әрмен қарай кетейік, онда қарайық. Так, бізде мынаған дейін біздер сандарды өзіміз мынадай қолмен не істеп келдік, меншіктетіп келдік. Бірақ маған 45-ті мысалы өзім клавиатурадан енгізілген санның цифрларының орындарын алмастырғым келуі мүмкін. Енгізу бізде мынадай команда бар, input дейтін команда бар. Яғни клавиатурадан мен өзім бір нәрсе енгізе аламын. Но бірақ мына input дейтін функцияның бір ерекшелігі, мына енгізілген нәрсе не жазсаңыз да оның ішіне, ол бізде как сөз түрінде келеді. Как сөз түрінде келеді. Мысалы қараңыз, мен input деймін, орындауға жіберетін болсам, бір нәрсе жазам, мысалы 45-ті жазам, көрдіңіз ба? 45 как сөз түрінде келеді. Мен не жазсам да бұл жақта бәрібір как сөз түрінде келеді. Мен мысалы сөз жазсам да сөз түрінде келеді. Мен сан жазсам да ол сөз түрінде келеді. Көрдіңіз ба? Так, бізде көмек сұрайтын қандай функция еді? Help. Мен input функциясы туралы мәліметті қарайын, қарайық. Так, input функциясы не істейді дейді? Так, input функциясы rate a string from standard input дейді. Яғни стандартный выводтан, яғни бізде input-output дейтін бар, стандартный. Содан бір жолды оқиды. Оқу, rate, string, жолды оқиды дейді. Көрдіңіз ба? Және мына input-ның ішінде бізде бір по умолчанию бір параметр бар екен, prompt, яғни сообщение дейтінді білдіреді. Бұл жерде non, по умолчанию ештеңеге тең емес. Яғни пустой былайша айтқанда. Яғни сіз мынаның ішіне бір нәрсе бере аласыз деген сөз. Көріп. Так, мысалы мен A-ға меншіктетейін, яғни мына енгізілген нәрсені мен A-ға меншіктетейін. Және сол A-ны шығарып көрейін. Былайша айтқанда не енгіздім, соны шығарам, Так, 0,4 қарайық. Так, мысалы мен енгіздім, 45-ті енгіздім, нәтижесі маған 45 шықты. Но бірақ мына жақта қарайтын болсаңыз, 45 как сөз емес, как сан түрінде келіп тұрған сияқты, но ол сан емес. Мысалы, мен қазір осы 45-ке... Ау? 45-ті қай жақтан енгізіп тұрсың ба? 45 жоқ қой, A-да. A-да мына input арқылы алады ғой. Input.
өзің енгізген санды қайтып шығарып береді ғой сонда. Иә. Өзің енгізген санды қайтып шығарып береді. Мысалы, кеттік қарайық. Біздер бір нәрсені енгізек, оны бірінші енгізген нәрсені А-ға салып қоямыз, екінші енгізген нәрсені біздер Б-ға салып қоямыз, және екі енгізілген нәрсені біздер бір-біріне қосайық. Орындауға жіберем. Орындауға жіберген кезде мына көрдіңіз бе, менің программам әлі аяқталған жоқ. Егер аяқталатын болса, мынадай не шығатын еді. Қазір менде мына жерде курсор мигайт етіп бір сіздерге көрініп тұр ма? Яғни менен бір нәрсе сұрап тұр бұл. Мен 10-ды енгізем, Enter'ді басам, 20-ны енгізем, Enter'ді басам. Екеуін бір-біріне қосып едім, 10 плюс неше шықты? Біріктіріп берді. Өйткені мыналар сан емес, бұлар не болып тұр? Жол болып тұр, әріп болып тұр, сөз болып тұр. Яғни былай ғой, 10 плюс 20 дейді, екеуін бір-біріне біріктіретін болсаң, 10-да 20 шығады. Көрдіңіз бе? Енді қараңыз, осы келген нәрсені мен қандай функция арқылы санға айналдыра аламын? Int функциясы арқылы санға. Мен айтам, мына келген нәрсені int функциясы туралы санға айналдырамын. Бұны мынадай қылдырып int пен бірден жазсаңыздар да болады. Болмаса қараңыз, бірінші a-ға алып аласыз. Одан кейін мен айтам int a деймін. Одан кейін бұны апарып a-ның өзіне қайтадан салсам болады ғой? Болады. Немесе оны бөлек жолға жазбай-ақ, келген нәрсені сразу мен санға айналдырамын да, екі санды бір-біріне қосамын. Енді көрейік. Орындауға жіберем, 10-ды енгізем, 20-ны енгізем. Енді маған 10-20 емес, 30-ды шығарып береді. Сұрақтарыңыз? Сұрақ жоқ. Кейін ештеңе жоқ. Input дейтін функция бізде стандартный вводтан, яғни мына жақтан бір нәрсе енгіземіз, shell'дан. Сол нәрсені алады да, бізге бір айнымалға бір нәрсеге меншіктетіп алуымыз болады. Енді қараңыз, мына help дейтін функциямен қараған кезде, мына input-тың үстіне біздер бір нәрсе жаза алатын едік. Мынаның ішіне мен қазір a тең болады деп жазатын болсам, мына жазылған текстті ол оқымас бұрын әуелі шығарады. Былайша айтқанда сообщение түрінде шығарады да, содан кейін барып сіздің енгізген нәрсеңізді мына input функциясы туралы оқиды. Яғни мен мынаның ішіне не енгізу керек екенін былайша айтқанда бір как подсказка түрінде, сообщение түрінде беруіме болады. Мысалы, менің жағдайымда a тең деп қоятын болсам түсінікті болады. Мына жағдайда мысалы b-ны енгіз деп қойсам болады. Әртүрлі болсын деп мен сіздерге жазып жатыр. b енгіз. Орындауға жіберейік, қарайық. Бірінші қазір көрдіңіз ғой да, a тең деп бірінші сообщениеміз шығады ішіндегі. Сіз бір нәрсе жазасыз, мысалы 45-ті жаздыңыз. Одан кейін b-ны енгіз деп шығады. Сіз жаздыңыз, 89-ды жаздыңыз, екеуін алады да бір-біріне қосып береді. Сұрақтарыңыз? Сұрақ жоқ. Жақсы кетті. Так, мына екеуінің орындарын алмастыратын нені біздер мына клавиатурадан енгізетін болсақ, онда бізде тек енгізу ғана өзгереді. Енгізу ғана өзгереді. Біздер айтамыз. A тең болады, input болады. Әрбен қарай мына жер өзгермейді ғой? Жоқ. Мына жер өзгермейді. Қалай тұр, солай қалады. Просто ана жақта бізде қолмен меншіктетіп алдық, мына жақта бұл өзгермейді. Так, әрбен қарай біз айтамыз s меншіктейді n2 көбейтілген 10 плюс n1. Так, нәтижесі нені шығарамыз? S-ті шығарамыз. Орындауға жібереміз. Так, бұл 0,5 болсын. Кез келген екі орынды сан жазамыз. 89-дан. Так, қате кетті. Қандай қате кетті? Input'та ада. Аха. Қандай қате жібердік? Int керек қой ада. Аха. Так, неге қате болды? Өйткені қараңыз. A деп отырғанымыз жол ғой. Жолда апарып біздер бөлейін деп жатырмыз санға. Болмайды ғой олай да? Болмайды. Так, мына жақта int-ті жазамыз да? Int-ті жазамыз. Так, мына Тонида тосын бір ыңғайлы жері, қараңыздар, қай жолда қате кеткенін көрсетіп тұрады. Сосын сол жолдың үстін басатын болсаңыз, прямо сол жолдың үстіне түседі да? Не екенін қате екенін көрсетіп тұрады. Қайтадан орындауға жібереміз. Так, енгіземіз 89-ды, бізге 98 шығарып береді. Сұрақтарыңыз? Аха, жақсы. Енді сізге сұрақ. Мен мысалы 20-ны енгіздім. Нәтижесі неше шығады? 2 шығады. 2 шығады, Жоқ, 2 шығады. 2 шығады. Неге 0,2 емес? 0 енді қанша? Онда 2-ге көбейтсек те алмайды ғой. 20 ғой. Аха. Сосын 20-дан 20 ма?
0-ді 10-ға көбейтеміз неше болады? 0 болады. Оған апарып 2-ні қосамыз, 2 болады, иә? Аха, жақсы қараңыз. Енді мына S-тер түрінде жазған жер бар еді ғой, иә? Сонда былайша айтқанда ешқандай бір разница жоқ сияқты болып көрінді, иә, мана, иә? Былай жаздық қой біздер. Аха. Енді қараңыз, мен мына S-ті емес, мен P-ны шығарып көрейін осы жерде. S-ті шығарып атқан жоқпын. Көріп тұрсыздар ғой. Мен P-ны шығарып көрейін. Орындауға жіберемін. Так, 89 енгізем, 98 шығады, иә? Енді сұрақ сіздерге. 20-ны енгізсем не шығады? 0 шығады. Неше шықты? 2 шықты. Неге 2 шықты? Ана итті айналдырған кезде 0-ді алып тастап тұр ғой сонда, иә? Int-ті айналдырған кезде 0-ді алып тастап тұр. Қараңыз, int сіз былай беріп тұрсыз ғой, 0, 2 деп беріп тұрсыз, ол бәрі неше шығарып тұр? 0-ді шығарып тұр. Егер сіз int-қа айналдырмай шығаратын болсаңыз, сонда қазір 0, 2 шығар еді. 0, 2 шығар еді. Сұрақтарыңыз? Сұрақ жоқ та, жақсы кеттік. Так, input print'ті қарадық, if mode қарадық. Так, онда 6-шы класстың есептерін қарап көреміз ба? Так, 6-шы класстың есептерін қарап көрейік. Так, көрініп тұр ғой да сіздерге? Так, қарайық, мына есепті қарайық та. Айдын, Санжар, Асқар үшеуі балық аулауға бар дейді. Балалар сәйкесінше саны К, Л, М болатын балық аулады. Достар аулаған балықтарын тең бөліп алса дейді. Тең бөліп алса, оларға неше балықтан тиеді және неше балық қалады. Яғни бөлінбеген балықтардың санын айтып тұр. Программа құры дейді. Ал. Так, мына жақта 8 балықты тең бөліп алады дейді. 2 балық артық қалады дейді. Яғни, мына қосылы алған, каждый баланың аулаған балықтарын бір-біріне қосамыз да, нешеге бөлеміз? 2-ге. Жоқ. Нешеге бөлеміз? 3-ге бөлеміз. 3-ге бөлеміз. Аха, 3 бала, сондықтан 3-ге бөлеміз, иә? Бөлген кезде қандай бөлу арқылы бөлеміз? Бүтін бөлік арқылы бөлеміз. Бүтін бөлік және қалдық бөлік арқылы бөлеміз, да? Жақсы. Қарайық, мен мынаны былай сақтайын, 6-шы класс, 81-ші бет, 3-ші тапсырма. Жақсы ма? Сіздерге түсінікті болу үшін. Так, 6-шы класс, 81-ші бет, 3-ші тапсырма. Мынау түсінікті ғой, да? Аха, ертең сіздер іздеп жатсаңыздар, осы жақтан тауып ала қоясыздар. Так, бізде input жазамыз. Так, біріншісі ол бізде K, L, M, K меншіктейді. Так, келесілерді дәл сол сияқты копировать ставит. Алып қоямыз. Так, мына жақта бізде M болады, мына жақта бізде L болады. Так, бірінші не істейміз ал? Үшеуін қосамыз. Үшеуін бір-біріне қосамыз. K, L, M. Так, үшеуін қосып аламыз. Жақшаға аламыз. Жақшаға алатын болсақ, жақшаның приоритеті ең көп деген сөз. Яғни бірінші қосып аламыз. Содан кейін оны не істейміз? Бөлеміз. Нешеге бөлеміз? 3-ге. Осындай бөлу ма? Осылай ма? Аха, осылай, да? Аха. Біреу ма, екеу ма? Бүтін бөлікте екеу емес па? Екеу дұрыс. Екеу ғой. Аха, сосын процент арқылы аламыз, да? Сосын процент арқылы аламыз. Мына жаққа процент қоямыз, да? Орындауға жіберіп көрейік, қарайық. Мына кісінің аулаған балықтарын, так, 8, 7, 11. Так, мен копировать етіп алдым, сайт еттім. 8-да 2 шықты ма? 8-да 2. Түсінікті ғой, да, мына жер? Түсінікті, да? Так, неге мынада 2 бөлікпен арқылы бөлдік? Егер 1 бөлікпен арқылы бөлетін болса, шықпайтын беді? Жоқ, шығу керек бүтін бөлік. Шығады дейді, көрейік ал тексеріп. Орындауға жібереміз. Артында бөліктермен шықпай ма? Ол кезде артында қалдығымен шығады, яғни 8 бүтін бір нәрсе шығып кетеді қазір, көрдіңіз, да? Аха. Ана қалған 2 балықты да ол 3-ке бөліп тастап тұр да, осындай не арқылы. Бізге ол балықты бөлмеу керек, просто теңдей бөлу керек. Сондықтан мынадай қалдырамыз. Яғни мына жақта 2 бүтін бөлік болады. Так, оңай есепті, ешқандай қиын ештеңе жоқ. Так, не дейді мынау? Ұзақ есеп екен, е? Так, қараймыз ба мына есепті? Қарайық. Так, жүк көлігі мен мотоцикл жүргізушілері бір уақытта кездесіп қарама-қарсы бағытқа қозғалды. 6 сағаттан кейін олардың арасында қашықтықты есептейтін сызықтық программаның кодын құрастырды.
Так, 6 сағаттан кейін дейді, ал. Так, мынау 67 километрмен кеткен, мынау 53 километрмен кеткен. Олар бір уақытта кездеседі, екеуі қарама-қарсы бағытқа кетеді. Қарама-қарсы бағыт деп отырғанымыз, бұл жерде просто былай шатастыру да. Мынау 6 сағатты А километрге көбейтеміз, мынаны 6 сағатқа А километрге көбейтеміз, то есть В километрге көбейтеміз. Екеуінің нәтижесін қосамыз, екеуінің жоқ, қосамыз ғой бір-бірден. Қосамыз. Екеуі екі уақытқа қарай кетіп бара жатыр ғой. Аха, сондықтан қосамыз, Сонда бізде былай болатын еді. Егер ана нені километрді қолдан енгізетін болсақ, онда дәл мынадайда input так, А км деп қойсақ болады, А километр ең болады. Дәл солай екіншісі бізде В километр, В километр. Так, оны апарып В-ға мешкетеміз. Так, бізде сағат бар, сағат К сағаты, input К сағат. Так, түсінікті болу үшін мына жаққа мен К деп қойып отырмын. Так, int'ті ұмытпаймыз, бүтін сан, сондықтан int'ті ұмытпаймыз. Так, не істейміз? Бірінші шығарамыз. Аны неге көйтеміз? К-ға көйтеміз. Плюс Б көбейту К. Екеуін бір-біріне қосамыз, Мына жерде жақша қалудың қажеті жоқ, өйткені мынау бірінші көбейтіледі, екінші мынау көбейтіледі, одан кейін ғана барып олар бір-біріне қосылады. Так, бұл 6-шы класс 81-ші бет екен. Так, 81-ші бет үй тапсырмасы. Так, 81-ші бет үй тапсырмасы. Үй деп қойайық. Так, кетті қарайық. Так, мынаны очистить етеміз. А дейді, біріншісі 10 километрмен қозғалсын, екіншісі 20 километрмен қозғалсын. 1 сағаттан кейін. Қанша болады? 30 болады, 30 болады. Яғни, мына қарай 10 километр кетті, мынау былай қарай 20 километр кетті. 1 сағатта біреу 10 километр жүреді, біреу 20 километр жүреді. Екеуінің арасындағы қарама-қайшылық 30 километр. 30 километр, Тағы бір тексерейік. Так, мынау 100 километрмен қосылады, мынау 200 километрмен қосылады 5 сағаттан кейін. 5 сағаттан кейін екеуінің армашылығы 1500 километр болады екен, Яғни, мынау 500 километр жүріп тастайды, мына қарай 1000 километр жүріп тастайды. Екеуі бір-бірінен наоборот кетіп баратқандықтан ортасындағы арақашықтық 1500 километр болады. Так, кадит. Мынау жаңағы ғой, Так, типтер дейді. Типтерді білеміз ғой, біздер түсіндірдік. Мен жаңағы айтқан int, float, str. Айтпақшы, bool дейтін тип бар. Бұл дейтін логикалық тип, оны ертең шарт оператордың алдында өтетін боламыз, сондықтан бүгін қарамай қойсақ та болады. Так, мынау не істеп жатыр? Мынау көрдіңіз ғой, А дейтінге float бір мән алған, оны type'пен қарап жатыр, бізде float шығады, одан кейін K-ның типін қарап еді, ол бүтін болады, int көріп отырсыз. Так, одан кейін A-ны int функциясы арқылы бүтін санға айналдырып тұрады, ол жақтан тек 126 қалады. Бұның типін қарап еді, бұның типі мына жерде int болып шықты, көрдіңіз ба? Так, T деп отырғанымыз float-ка, яғни мынаны нақты типке айналдырған, яғни 748.0 болады. Яғни мына жерде тұр, көріп тұрсыз. Оның типі уже float болып кетеді. Так, практикада қолдану дейді, мына жерде қараңыз, мынадай бір есеп берген, n секунд берілген дейді, осы секундтарды сағатпен, минутпен, секундпен өрнектейтін программа құрастыр дейді. Яғни n деп отырғанымыз 86400-ге дейін болуы мүмкін дейді. Яғни 16896 секунд болатын болса, ол 4 сағат 41 минут 36 секунд екен. Кейін ештеңесі жоқ, Мынаны аламызда 4 сағатта бізде неше секунд бар? 3600 секунд бар, Соған апарып бөлеміз. Көрдіңіз, 3600 секунд бар. Соған апарып бөлеміз. Бізде 4 шығады. 4 сағат шығады. Әрмен қарай сол 4 сағаттан қалған қалдығын, яғни қараңыз, 4 сағатқа қалған қалдығын бір n дейтін айнымалыға алып алған. Әрмен қарай осы бізде минут қой. Минут болғандықтан оны апарып 60-ға бөледі. Сол жерде сізде енді мына жақта қараңыз, сағатты сен К-ға алып алдың ғой, уже сағаттың секундың сен мынадан алып тастауың керексің ғой. Сондықтан процент арқылы алып жіберген бұл жерде. Көрдің ба? Сағаттың секунд уже 4 сағатқа кетіп қалды ғой. Сосын мынадай қылдырып алған.
Сосын әрмен қарай қалған жаңағы минуттарды 60-қа бөліп минутын аламыз. Сосын процент арқылы жаңағы минутқа 41 минутымыз кетіп қалды. Оның секундтарын біз алып тастаймыз процент арқылы. Сонда сізде 36 секунд қалады. 1 секунд болатын болса, оны 3600-ге бөлгені кезде мына ереже бойынша бірді мынадай бөлетін болсаңыз 0 болады. Қалдығы тоже 1 болады қалдығы. Оны 60-қа бөлетін болсаңыз 1 60-тан кіші, сондықтан ол жақта да 0 минут болады. Әрмен қарай 60-ға қалдыққа бөлген кезде 1 секунд шығады. Қиын ештеңесі жоқ. Так, мыналардың бәрінің несі программасы тұр екен, программасы тұрғандарды қараудың қажет жоқ шығар, Не істейміз? Уақыт кетірмей-ақ қояйық деп жатқаным, басқа несі жоқтарын қарайық. Так, не дейді мынау? Тай функциясын қандай мынау тип аласын дейді, оның қиын ештеңесі жоқ. Мынаны қарап көрейік, ұзындық. Ұзындық L миллиметрде берілген ұзындықтағы километр, метр, сантиметр, миллиметрде өрнектейтін программа жазды. Дәл мынадай ғой да, жаңағы минутқа сағатқа айналдырған сияқты. Просто мына жақта бізде сағаттың секундтың орнында миллиметр тұр, сағаттың орнында километр, метр, сантиметр сондайлар тұр. Мына жақта оңай жері біздер мыңға көбейту арқылы бөле береміз, Көреміз бе жасап? Әлде өткіземіз бе? Көрсек көрейік онда. Так, бұл 6-шы класс, 85-ші бет. Так, 4-ші тапсырма деп тұр деймін да, қателеспес. Ой, 2-ші тапсырма екен, қазір перемен өтеміз. Так, бізге бір айнымалыға оқу алуымыз керек біз, бір M дейтін айнымалыға оқу алайық. Так, клавиатурадан оқу алу қалай еді? Input. Так, оқыған кезде бізде сөз түрінде емес, не түрінде оқимыз? Сан түрінде оқимыз, сондықтан int аламыз, жақсы. Так, қарайық. Бірінші біздер километрге айналдыруымыз керекпіз. Яғни мынау миллиметрмен беріліп тұр, оны километрге айналдыруымыз керекпіз. Километрге айналдыру үшін миллиметрден әуелі сантиметр жасау үшін бізде 10 бар. Бұдан кейін сантиметрден метр жасау үшін бізде 100 бар, оны метрден километр жасау үшін 1000 бар. Дұрыс па? Так, мыналарды былай жазатын болсақ, сонда мынадай санға бөлуіміз керекпіз. 1 километрде былайша айтқанда мынадай миллиметр бар ғой. Сондықтан осындай санға бөлеміз. Яғни бізде берілген санды m-ді бөлеміз. Print m мынадай түрде бөлеміз. Бөлу мынадай. Дұрыс па? Так, әрмен қарай мен километрді шығардым ғой. Мына жақта мен қосу қасына км деп қояйын. Или пока бір айнымалық ала тұрамыз ба? Сара шығармай, мен бір айнымалық ала тұрайын. Мен км дейтін айнымалық алайын. Мынадай бөлдім. Енді қараңыз, мен километрді есептеп алдым ғой. Километрді есептеп алдым. Енді мен К меншіктейді К процент. Наған бөлгендегі қалдығын алсам болады ғой. Так. Яғни километрден қалғаны былайша айтқанда. Түсініп тұрсыз ба? Наған алып қалдығын аламыз. Так, километрден кейін менде не бар еді? Метр бар, да? Метр бар. Метр деп отырғанымыз м деп қояйын. К мана қалды ғой. Соны процент арқылы бөлеміз. Нешеге бөлеміз? Мынадайға бөлеміз, 1000-ға бөлеміз. 1000-ға бөлеміз. Неге 1000-ға бөлеміз? Өйткені мына жағынан 1000-ға алып тастаймыз, жаңа километрдің метрлерін алып тастайтын болсақ 1000 шығады. Так, бұны бөліп болғаннан кейін мен қайтадан К меншіктейді, К процент 1000 болады. Так, енді мен сантиметрге айналдыруым керекпін см. См деп отырғанымыз К бөлінген 100 ғой, да? 100 ба? 100 ғой, да? Дұрыс қой, да? Шатасып кеткен жоқпыз ба? Так, К меншіктейді, К процент 100 болады. Так, әрмен қарай К-ның өзін шығара берсек болады ғой. 100-ге бөліп қалдығын алдық. 10 емес па? Что-то? Қазір шатасқан жоқпыз ба? Ладно, көреміз қазір. Так, км-ны шығарамыз. Одан кейін қасына мен км дейтін сөз қосайын. Так, одан кейін мен метрді шығарам. м. Оның қасына метр дейтін сөз қосайын. Метр. Так, одан кейін сантиметрді шығарамыз. Мынау сантиметр, яғни өзі шығады. 5 деген сияқты. Оның қасына біз қосып 5 см деп шығарамыз. Түсініп отырсыздар ғой, да? Так, ең соңынан біздер К-ны шығарамыз. И оның қасына апарып қосамыз. Миллиметр дейтін қосамыз, Орындауға жіберіп көрейік.
Қай жер? Метрді мама деп кеттіңіз ғой. Бұл айнымалы ғой. Мынау не ол? Қараңыз, метр деген кезде мынаның өзі емес, мынаның текстің өзі емес, оның мәні шығады. Нешеге тең екендігі шығады. Мына жақта просто мына текст шығады. Так, мынаны енгізіп көрейік. 101-28. Ой. Так, қазір бір минут. О, сразу ошибка алдық ал. Так, қандай ошибка алдық? Неге осындай ошибка алдық? Так, біздер мына жақта M деп алып жатырмыз, мына жақта не деп алып жатырмыз? K деп алып жатырмыз. Егер мына жақта K деп алатын болсақ, мынанда K-ға өзгертеміз. Так, очистить. Так, 1 километр 12 метр 5 сантиметр дейді. 5 емес, 55 шығу керек, та? Мына сіздер мына жерде 100 емес, 10 болатын еді, мына жақта тоже 10 болатын еді. Дұрыс па? Орындауға жібереміз. Так, қайтадан қоямын. Так, 1 сантиметр 12 метр 55 сантиметр 2 миллиметр. Дұрыс па? Дұрыс. Түсінікті ғой да қалай шыққаны? Әріптестер? Иә. Жақсы. Ау. Іштен. Мына жерде қараңыз, процентпен істемей-ақ, сіз былай жасасаңыз да болатын еді. Мына K-дан, KM-ді алып тастасаңыз да болады. K минус KM дейсіз. Но бірақ KM-ді алып тастайсыз, көбейтілген мынауын алып тастайсыз. Мынадай қылдырып. Нәтиже шығудан ешқандай өзгермеу керек, дәл жаңағыдай нәтиже шығу керек. Но бірақ мынадай қылдырып алып тастағаннан көрі, жаңағыдай процент арқылы бір операция оңайырақ та, сразу. Көрдіңіз бе? Так, келесі екі таңбалы санның, жаңағы есеп, екі таңбалы санның цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құру дейді. Манағы арқылы 10-ға бөлеміз, қалдығы арқылы бөлеміз, және бүтін бөлігі арқылы бөлеміз, сосын екеуін бір-біріне қоса қоямыз, көбейте қоямыз. Ешқандай қиын ештеңе жоқ. Мына есепті қарап көрейік. Үш таңбалы санның цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құрастыр дейді. Так, бізде енді екі таңбалы емес, бізде қандай таңбалы? Үш таңбалы. Так. Жоқ, 100 болады. Мынаны алтыны алу үшін нешеге бөлеміз? 100-ге. Жоқ. 10-ға бөлеміз. Қалай бөлеміз? Енді екі таңбалы сан ғой біздегі бағана шығарған есебімізде. Жоқ, қараңыз, 10-ға сіз... Екі таңбалы 10-ға бөлінеді. Жоқ, бұл жерде қараңыз, қанша таңбалы болса да бәрібір санның соңғы цифрын алу үшін қалдығы арқылы 10-ға бөлесіз. Өйткені соңғы цифрда кез келген 0-ден бастап 9-ға шейін кез келген цифр болуы мүмкін. 10-ға бөлетін болсаңыз, как раз сіз соны алатын боласыз. Ол қанша таңбалы болса да бәрібір. Көрдіңіз, Мұны қараңыз, процент 10, яғни соңғы таңбасын аласыз. Одан кейін 8-ді алу үшін біздер нешеге бөлуіміз керек біз? 100-ге бөлеміз, бүтін бөлігі арқылы 100-ге бөлеміз. Яғни 800-ді 100-ге бөлетін болсақ, 8-ді аламыз. Енді мына ортасындағы 9-ды алу үшін біздер әуелі екі жолмен кетуімізге болады. Әуелі 96-ны бөліп алуымызға болады. Бұлайнан. Болмаса, бірінші 89-ды бөліп алуымызға болады. Бәрібір қалай болсаңыз да. Егер 89-ды бөліп алатын болсаңыз, сіз 89-ың қалдығы арқылы 10-ға бөлесіз де 9-ды аласыз. Процентпен. Өйткені соңғы санды алу үшін процент арқылы 10-ға бөлетін едік. Егер сіз 96-ны бөліп алатын болсаңыз, бірінші, онда бүтін бөлігі арқылы 10-ға бөліп нешені аласыз? 9-ға бөлесіз. Көрдіңіз бе? Көрейік, жасап. Так, бұл бізде 6-шы класс, 85-ші бет үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы. Так, бізде бір n дейтін санды оқып алайық. Input. Так, әрмен қарай. Бірінші мен a дейтін алайын. Так, a деп отырғанымыз басындағы сан болсын. Басындағы санды, бірінші санды бөліп алу үшін істейміз? Біріншісін. Бүтін бөлігі. 100-ге бөлеміз, Жақсы, соңғы санды бөліп алайық. Соңғы санды бөлу үшін? Процент
процент 10, Енді ортасындағы санды бөліп алу үшін біздер мысалы жазылып тұрсын 1, 2, 5. 12-ні бөліп алу үшін нешеге бөлуімізге болады? 12% 10. Жоқ. 100-ге бөлеміз. 100-ге емес, нешеге? Ортасын алайын деп отырмыз ба? Біздер қазір әуелі ортасын алу үшін әуелі біздер 12-ні бөліп алуымыз керекпіз. Ортасын айтып 2% көбейту түседі ғой. Сондай ма? Сіз мына қараңыз, мынадан сіз сразу ортасын ала алмайсыз никак. Сіз әуелі 12-ні алып аласыз, болмаса әуелі 25-ті алып аласыз. Сосын барып қана аласыз 2-ні. Түсініп отырсыз ба? Бізге қазір 25-тен әуелі бөліп алу керек, 12-ні бөліп алу керек. Қалай бөлеміз? 2 дроп 12 шығады, Енді қараңыз, осы шыққан 12-ден 2-ні алуымыз керекпіз. Процент неше? Процент 10. Процент 10. Так, шығарамыз, бір-біріне қосамыз, көбейтеміз, А плюс Б плюс С. Так, көбейтуді дәл осылай бізде А көбейту Б көбейту С. Орындауға жібереміз. Так, неше дейтін сан етін еқті. Так, 896 дейтін сан. Так, неге қате кетті? Үшінші жолда 125 деген. Аха. 125 алып тастаймыз, болмаса оны не қылып жібереміз? Решеткаға жібереміз, комментарий қылып тастаймыз. Так, орындауға жіберейік, қарайық. Так, 896 дейтін сан. 23 432 шығу керек. 23 432, дұрыс па? Дұрыс та? Жақсы, келесі мана екінші әдісімен көрейік та. Әуелі біздер 25-ті бөліп алайық. 25-ті бөліп алу үшін нешеге бөлеміз? Мына соңғы санды бөліп алу үшін біз мана қалдық арқылы 10-ға бөлдік. Енді соңғы 2 санды бөліп алу үшін бұл жерде 0,0 болуы мүмкін, сосын 99 болуы мүмкін. Бүтін бөлімін аласыз ба? Жоқ. 0-ге бөліп аласыз ба? Жоқ. Жоқ, 0-ге бөлінбейді. Қалдық арқылы нешеге бөлеміз? 100-ге бөлеміз. Неге 100-ге бөлеміз? Өйткені қараңыз, мына ереже бойынша, мына жақта қалдығы сонда 0 мен 99-ның арасында болады ғой. Сізге қандай сан болса да бәрібір ол 56 болатын болса 56 шығады, 23 болатын болса 23 келеді, келе береді. Мысалы, сіз бөліп алдыңыз, 56-ны бөліп алдыңыз, мынамен. Енді сол 56-дан маған 5-ті алу керек. Нешеге? 2 слэш нешеге бөлеміз? 10-ға бөлеміз. Бірақ мынадай нәрсені ұмытпаймыз, мынаны әуелі жақша қаламыз. Әуелі мен 56-ны бөліп алам, сосын барып мен 10-ды бөліп алам. Так, орындауға жібереміз. 896, 23 432 шықты ма? Шықты да, ешқандай разница ештеңе жоқ. Сұрақтарыңыз? Сұрақ жоқ та. Так, мына жерде жаңағы біз сияқты дәрежесін көбейту бөлу, так, бүтін бөлік арқылы бөлу, осы азайту. Салыстыру операторлары бар, мына жерде үлкен, тең, кіші деген сияқты. Сонымен қатар мынадай меншіктеу операторлары бар. Так, біздер осыған шейін меншіктеуді былай жазып келдік, бір теңдік белгісімен жазып келдік, но бірақ меншіктеудің тағы да басқа әдістері бар. Мысалы, қарайық. Мысалы, сізде бір А дейтін айнымалы болсын, ол 5-ке тең болсын. Сіз мынадай болып жазғыңыз келеді. А меншіктейді А плюс мысалы 10. Яғни осының ішіндегі мәніне, осыған дейінгі болған мәніне сіз апарып бір 10-ды қосасыз. Болмаса, мысалы 1-ді қосасыз. Сіз осылай жазыңыз болады. Болмаса, сіз болмаса бұлай жазыңыз болады. Қараңыз. Мына жерде А 2 рет қайталанып тұр ғой. Сол 2 рет қайталануды болмас қысқарту үшін, былайша айтқанда қысқарту үшін, оны сіз былай істесеңіз болады. Қараңыз, мына жақта плюс пен тең болады ғой. Сол екеуінің орнына алмасады просто. Бірінші плюсті қоясыз, сосын тең боладыны қоясыз, сосын 1-ді жазасыз. Көрдіңіз, жоқ, бұл жақта плюс дейтін жоқ, именно сол жоқ, бәрі бар да, именно осылай жазасыз. Именно осылай жазасыз. Инкремент, декременттер осы жақта осылай жүреді. C++-та былай жазатын едіге, рақат еді, плюс, болмаса минус дейтін болады. C++-та сосын постфикс не дейтін бар, сосын префикс не дейтін бар еді, алдына да қойға болады. Бұл жақта ондай жоқ, бұл жақта тек былай жазасыз. Яғни, мына жазбаға, былайша айтқанда, эквивалентна бірдей. Просто орынды экономдау үшін, уақытты экономдау үшін осылай жазсаңыз болады. Так, қазір біздер А-ның мәнін шығаратын болсақ неше шығады? 6 шығуы керек. Так, бұл 0,7 просто
аның мәні 6 шығу керек. Так, егер мен 10 қоятын болсам, неше шығады? 15 шығу керек. Так, түсіндіңіздер ғой, да? Иә. Енді қараңыз, мына екеуінің орнын сіз былай алмастырып қоятын болсаңыз, сізге ешқандай қате бермейді. Сізде уже нәтижесі не шықты? 10 шықты. Сіз былай жасап жатсыз ғой, мына аға қайтадан плюс 10-ды меншіктетіп жатсыз. Көрдіңіз, ә? Плюс 10 деп отырғанымыз кәдімгі 10 ғой. Ешқандай разница жоқ, ә? Мысалы, қараңыз, сіз былай жазуыңызға болады. Минус 10-ды жазған сияқты, сіз плюс 10 деп те жазуыңызға болады. Көрдіңіз, ә? Ешқандай разница жоқ, яғни плюс 10, просто плюс 10. Мынаның бір плюс 10-ның несі, бір жақсы жері, сіз егер аңыз мысалы минус 2-ке тең болатын болса, қараңыз, былай да меншіктетіп жатқан. Сіз плюс а дейтін болсаңыз, ештеңе өзгермейді. Так. Мен шатастырдым, ештеңе өзгермейді екен. Так, көрдіңіз ба, ешқандай қате ештеңе берген жоқ, сізге былай жазатын болсаңыз. Но бірақ бір-біріне ұқсас, сондықтан шатастырмаймыз. Бірінші операция жазылады. Операция, содан кейін ғана барып меншіктейсіз. Сол кезде барып, жаңа аның мәніне, яғни осыған дейінгі тең болған мәніне барып қосады. Енді қараңыз, мына жердегі плюстің орнында кез келген басқа математикалық біз білетін операциялар болуы мүмкін. Мысалы, а көбейтілген, а бөлінген, а мысалы 2 мынадай болуы мүмкін, а мысалы процент болуы мүмкін. Мысалы, көбейтуді жазып көрейік. Көбейтуді жазатын болсаңыз, сізде мына жер өзгереді. А көбейту меншіктейді 10. Так, нәтижесі неше болады? 50. Нәтижесі 50 болуы керек. Нәтижесі 50. Түсінікті ғой, да? Түсінікті. Енді қараңыз, мына жақта сізде Б болуы мүмкін, Б мысалы 2-ке тең. Сіз былай жазуыңыз мүмкін. А меншіктейді А плюс Б. Сіз осыны қысқартып қалай жаза аласыз? Плюс тең Б. Яғни аның бұрынғы мәніне мен апарып бұны қосып жатырмын. Егер қазір мына жерде аны шығаратын болсам, неше шығады? 7 шығу керек. Көрейік. Закомментировать. 7 емес, неше шықты? 9 шықты. Неге 9 шықты? Мына жақта біздер былай да қосып қойдық, былай да қосып қойдық. Былай да қосып қойдық, былай да қосып қойдық. Негізінде 7 шығады. Түсінікті ғой, да? Жақсы. Мынадай болса неше шығады? 25 емес пе? 25 шығар, көрейік. 25, яғни мынау дәрежесі ғой. Дәрежесі. Яғни аның Б дәрежесін апарып қайтадан аға меншіктетіп тұрмыз. Так, мынау ше. Бір шығады, де? Бір шығады. Бір ғой. Мынау деп отырғанымыз, қайталап айтам, мынау деп отырғанымыз былай ғой. А меншіктейді А процент Б. А процент Б. Аны 5-те, яғни процент арқылы 2-ке бөлетін болсаңыз, нәтижесі я 0 болады, яғни 1 болады. Біздің жайда 1 болады. 1-ді апарып, сіз аға қайтадан меншіктетіп жатсыз. Сондықтан 1 болады. Так, мына жердегілер түсінікті ғой, да, онда? Мына жердегілердің бәрі сондай меншіктеу дейтін операторлар. Так, математикалық өрнек дейді. Мынадай нәрсені сіз Pythonда былай қылдырып жаза аласыз дейді. Мынау меншіктеу тең болады. Так, мынаның үстінің бәрін есептейсіз, олардың бәрін бір жақша қаласыз. Өйткені мынаның барлығын бөліп алып, қосып есептеп, оның шыққан мәнді апарып мынаған бөлу керек. Сондықтан міндетті түрде оны жақша қаламыз, мына жерде жақша қалған. Содан кейін ғана барып оны бөлеміз. Көрдіңіз бе? Так, бұл жақта жаңа инкремент, декремент көрсетіп кеткен. Біздер қалай жасадық, солай. Көрдіңіз бе? Эквивалент, екеуі бір-біріне тең. 6-шы класста осындай бар екен. Көрдіңіз бе? Так, стандартты функциялардың жазылуы дейді. Бізде мынадай функциялар бар екен, қарайық та. Біздер ABS дейтін функция бар екен. Абсолют значение дейтінді білдіреді, абсолют мәнін немесе модулін білдіреді. Модуль деп отырғаныз, математикада былай тік жақшайды ғой. Яғни минустан плюс шығады, плюстан плюс шығады. Қараңыз. Так, егер сіз ABS деп жазатын болсаңыз, былай және минус 5-ті беретін болсаңыз, ол 5-ті береді. Егер плюс 5-ті беретін болсаңыз, просто 5-ті береді. Яғни абсолют значениесі. Help дейтін функция тура help пен біздер ABS-ті қарайтын болсақ,
Қараңыз, return the absolute value of the argument дейді. Яғни берілген аргументтің абсолют мәнін қайтарады. X деп отырғанымыз мына жақта берілетін сіздің саныңыз. Так, сонымен қатар бізде int дейтін функцияны білеміз ғой, да? Осыған дейін өткен. Білеміз. Так, сонымен қатар round дейтін функция бар екен, яғни бүтін бөлігіне дейін жуықтайды дейді. Иә, бүтін бөлігіне дейін жуықтайды. Яғни 5,16-дан сізде 5-ті жасап береді. 5,189-дан сізге жасап береді. Шен жасап береді. 6-ны жасап береді. 6-ны жасап береді. Round'ты да тоже немен қарау болады. Help'пен қарау болады. Сіз айтасыз, менде round дейтін функция бар, соны қарайын деп едім. Так, қараңызсаңыз, мына жақта әртүрлі несін тұрды. Round, number деп отырған мына жақта берілген аргумент. Соны ондық несіне шейін, санына шейін былайша айтқанда дөңгелектейді. Сұрақтарыңыз? Сұрақ жоқ, та. Так, мен сіздерге не айтам деп едім, бір нәрсе айтам деп едім. Так, мына есептерді қараймыз ба? Әлде өтіп кете береміз ба? Так, кірпіштің ABC өлшемдері берілген. Осы кірпіш көлемінің 1/2 бөлігінің көлемін 1/3 бөлігіне қосатын программа құрастырыңыз дейді. Яғни ABC үшеуін бір-біріне көбейтесіз, оны 0,5-ке бөлесіз. Оны тағы 0,3-ке бөлесіз, сосын екеуін бір-біріне қосасыз. Солай ғой. Так, осы кірпіштің толық бетінің көлемінің ауданына қатынас толық бетінің ауданы кірпіштің барлық бетінің аудандарының қосындысы дейді. Мына төртінші есепті қарайық. ABC өлшемдері берілген дейді. Толық бетінің ауданы деп отырғанымыз мына жердегі ауданы, одан кейін мына жердегі ауданы, мына жердегі ауданы, соның барлығын бір-біріне қосасыз да. Сосын қатынасын көлемі деп отырғанымыз А, Б көбейту С ғой. Соған қатынасын бересіз. Қатынасы деп отырғанымыз просто екеуінің бір-біріне бөлесіз, бөле саласыз. Так, мынау не дейді? 12 метр мата сатып алды. Шыт пен жібек матаға 2340 теңге төледі. 1 метрінің бағасы 420 теңге тұратын жібек матадан 3 метр сатып алды. Шыт матаның 1 метр қанша теңге тұрады? Ал шығарып көрейік осы есепті. Шамалы қызықтау сияқты. Өздеріңіз оқып қараңыздаршы. Так, біздер жібек, общий бізде қанша сатып алынды мата? 12 метр. Жібек матадан біздер қанша метр сатып алдық? 3 метр ғой. 3 метр сатып алдық, 3 метр сатып алдық. Так, оның 1 метрінің бағасы қанша теңге тұратын еді? 420 тұрады. Сонда 12 метрден 3 метрді алып тастаймыз, қанша метр қалады? 9 метр қалады. Мына 3-ті 420-ға көбейтеміз, жібек матаның бағасы шығады. Ол жаңағы шыққан бағаны мынадан алып тастаймыз да 9-ға бөлеміз. Дұрыс қой, да? Қойма? Көрейік, Так, біздерде не бар мына жерде енгізілген? Так, жалпы бізде 12 метр болсын. Так. Бәрі-бір, алай берсеңіз. X болатын болса, X, Так, G-ны біздер G деп алайық. Ол неше метр? 3 метр. Так, G, былайша айтқанда мына жерде G price деп алсаңыз болады, Price, ценасы, бағасы. 420 теңге. Дұрыс па? 420 теңге. Так, сіз айтасыз, общий баға бізде қандай еді? Общий қанша? 2340 теңге. Так, 2340 оны не деп аламыз ал? Price. Общий прайс деп аламыз ба? Прайс 2340 теңге. Мына жерде көрдіңіз ба? Мынадай қылып алған кезде өзіңізге түсінікті бола бастайды. Прайс деп отырғанымыз общий баға, мынау G прайс деп отырғанымыз жаңа жібектің бағасы деген сияқты да. Түсінікті бола бастайды. Так, біздер G-ді көбейтеміз, нешеге көбейтеміз? G прайсқа көбейтеміз, G прайсқа көбейтеміз. Сол кезде менде жібек матаға жұмсалған ақша шығады. Солай ма? Оны мен G money деп қояйын, ақша,
Оны мен общий мына ақшадан, жұмсалған ақшадан не істеймін? Алып тастаймыз. Алып тастаймыз. Алып тастаймыз. Так, бұны не істеп қоямыз? Қайтадан прайсқа мен кетіп қояйын, бәрі сол қалған ақша ғой. Қалған ақшаны мен шығарып көрейін. Қанша ақша қалған. Так, прайсты шығармаймыз. Прайсты шығарамыз, немен шығарамыз? Принтпен шығарамыз. Так, қанша ақша қалғанын есептейміз. Так, 89-шы бет. 6-шы кітап, 89-шы бет, үй тапсырмасы. Так, общий менде қанша қалған? 1080 теңге қалған. Так, осы 1080 теңгені нешеге бөлеміз? 9-ға бөлеміз. Неге 9-ға бөлеміз? 12-нің, яғни x минус g-ға бөлеміз, x минус g-ға бөлеміз. Дұрыс? Бірінші алып алам, сосын барып бөлем. Так, бұл менде шыттың бағасы ғой да. Шыт money да. Шыттың ценасы. S money. Шығарайық, қанша теңгеден келді екен? Қанша теңгеден келген? 120 теңгеден келген. Түсінікті ғой да? Ешқандай бір қиын ештеңе жоқ. Мына мәліметтердің әрқайсысын клавиатурадан енгізуге де болатын еді. Білесіздер ғой, клавиатурадан енгізудің ешқандай қиындығы жоқ. Сіз аласыз, int дейсіз, input дейсіз мынаның орнына. Әрмен қарай кете бересіздер сол сияқты. Так, жалпы маталардың ұзындығы Т деген, енді оны біздер S деп алған, мұныларын біздер басқаша қылып алдық. Бәрібір. Одан бір нәрсе өзгеріп кетпейді. Так, мына есепті көрейік. Үшінші тапсырма. Нұрсұлтан және сөздер берілген, осы сөздердің еліміздің астанасына атауын құрастырып, 3 рет экранға шығарды. Ал. Input арқылы шығарасың, но просто мынаны екеуін екі жолдан оқып алуымыз керек біз, да? Екі жолдан оқып алуымыз көрейік. Бөлек. Так, бұл 90-шы бет, 3-ші тапсырма, Так, ана жақта қазір бір не бар сияқты. Так, 6-шы кітап, 90-шы бет, 3-ші тапсырма. Так, оқып алайық. Қалай оқимыз ал? Бір көрсек жіберетін ол. Print Nur, print Sultan, Sultan деп мана басында жаздық қой, сәлем әлем деген. Но бірақ біздер әуелі оқып алуымыз керекпіз ғой. Екі сөзді бірінші оқып алуымыз керекпіз. Екі айнымаға. Input деп аламыз, біз А деп алайық. Не жазайын? Айтып отырыңыздар. Input. Так, келесі Б дейм. Input. Что-то int ұмытып кеткен жоқпын ба? Олай так жолдық деп қабылдамайма. Вот, Нана int алудың қажет жоқ. Егер int алсаңыз, сіз оны санға айналдырайын деп тұрсыз. Біздер сан емес, бізде жоқ, сондықтан int жазудың қажеті жоқ, та? Так, екі жолды бір-біріне біріктіру қалай еді бізде? Жоқ. Плюс, плюс. Но арасында не бар? Арасында сызықша бар, Қараңыз, былай істеуге болады, А үтір бұны қоюға болады, сосын септі қоюға болады, сосын ортасына сызықша қоюға болады. Дұрыс па? Көрейік. Сызықша болу керек. Көрейік, Нұрсұлтан. Көбейту 3 десеш? Бұл жерде көбейту 3 деудің қажет жоқ, просто осыны 3 рет жазасыз, өйткені 6-шы класста, по-моему, қателеспесем, сөздерді дубляж жасауды олар білмейді пока. Қателеспесем. Онда өткен жоқ осыған дейін. Тақырыптарын қарап отырсаңыз, егер. Тапсырманың нәтижесінде көрдіңіз ба, Нұрсұлтанды 3 рет жазған ғой. Сіз оны айтасыз да, былай просто 3 рет дублер етесіз. 3 рет дублер етесіз. Но сіз былай жасасаңыз да болады, болмаса былай жасасаңыз да болады. Қараңыз, print. Сіз бірінші аны шығарасыз, одан кейін оны қосасыз, немен қосасыз? Тырнақшамен қосасыз, неге қосасыз? Неге қосамыз? Неге қосамыз? Бұға қосамыз. Бұға қосамыз. Орындауға жібереміз. Так, Нұр дейміз, сосын Сұлтан дейміз. Адай шығады. Түсінікті ғой?
Түсінікті, да? Сіздің жаңағы айтып тұрғаныңызды мен де түсініп тұрмын, былай істегіңіз келіп тұр ғой. Сіз мысалы бір S дейтін айнымалық алып алғыңыз келіп тұр. A плюс былай қылдырып B деп, Бұдан кейін шығаратын кезде сіз былай жазғаныңыз S көбейтілген 3 деп, да? Көрейік, не шығатынын қарайық. Мынаны мен пока закомментировать етіп тастайын. Так, мынаны копировать етіп алайын. Қайта жазбаш. Очистить, орындауға жібереміз. Қарамыз. Так, нені ұмытып кеттік? Аха, қай жерде? Бұның алдында, қосымдан ұмытып кеттік, Так, мына ошибкаға үйрене беріңіздер, да? Ертең ана балалар ағай, апай, мына жері қате деп шығара береді. 3-ке көбейткен кезде көрдіңіз ба? Бірдің астына бір шықпайды, мынадай түрде шығады. Но сіз мына жерден тағы да хитрить етуіңізге болады, сіз былай істеуіңізге болады. Қараңыз. Мынаны мен тағы да біріктірем. Жаңа жолға түсіру қалай еді ол? Slash n, slash n. Көрдіңіз, сіз сол slash n-ді 3 рет дубляж жасасаңыз, көрейікші не шығатын. Көрдіңіз, Яғни, мына бірінші Нұрсұлтан дегенді біріктіріп алдым да, оны мен мына slash n мен біріктіріп алдым. Slash n деп отырғанымыз ол новый строка еді, жаңа жолға астына түсіріп жібереді. Енді мынау дубляж жасаған кезде, мынау 3 рет былайша айтқанда қайталанады. Шығарған кезде, бұны шығарған кезде, жаңа мына slash n-дер шықпайды. Ол мына Нұрсұлтан дейтінді шығарады да, содан кейін enter ғой, ол астына қарай түсіріп жібереді. Келесі екінші Нұрсұлтан шығарады да, қайттан астына түсіріп жібереді. Үшіншіні шығарады, қайттан астына түсіріп жібереді. Көріңіз, осындай нәрсе. Так, оны төменгі 4-ші фигураларды экранға шығаратын программа құрастырыңыздар дейді. Қиын ештеңесі жоқ. Бұл жерде де принттің көмегімен шығарасыз. Егер жаңағы жұлдызшаның көмегімен шығарам десеңіз, онда пожалуйста, бірді бір рет көбейтесіз, екіні 2 рет көбейтесіз, 3-ті 3 рет, 4-ті 4 рет кете бересіз. Болмаса просто мынаны копировать етіп аласыз, былай. Егер мына жұлдызшаны білмейді деп ойлайтын болсаңыз, сіз былай істейсіз. Мынаның каждыйының алдына не жазып шығасыз? Print. Ананың алдына print. Кете береді, осылай. Так, мен қажет пе, қажет емес пе? Қажет емес, жақсы. Түсіндіңіздер ғой, да? Бостан бос уақыт алмай қойып. Так, мына жұлдызша түрінде, шырша түрінде шығару үшін алдына не қосып береміз? Алдына пробел қосып береміз. Так, 5-ші тапсырма дейді, шеңбердің радиусы берілген, радиусты пайдаланып, шеңбердің ұзындығы мен дөңгелектің ауданын табатын. Қиын ештеңесі жоқ, мына формулаға салып жібереміз. Болды, формулаға салып жібереміз. Так, r квадратты есептеу үшін r-ді не істейміз? Әріптестер? R квадратты табу үшін не істейміз? R-ді бір-біріне 2 рет көбейтсек болады, болмаса бұлай жасасақ болады. Бізде мысалы R деп отырғанымыз 5-ке тең болатын болса, R қосылысша 2, яғни R-дің квадраты 25-ке тең. R-дің квадраты 25-ке тең. Так, 6-ші тапсырма дейді, 4 таңбалы санның 2-ші жүздігі мен 4-ші орында тұрған цифрлардың қосындысын табатын программа құр дейді. Так, 2-ші жүздігі деп отырғанымыз, 2-ші деп отырғанымыз мына сан ғой. Мынау 1-ші саны, мынау 2-шісі, мынау 3-шісі, мынау 4-шісі. Көрдіңіз, соның екеуін бір-біріне қосу керек дейді, 5 пен 6-ны. Нәтижесінше шықты дейді, 11 шықты дейді. Жасап көреміз бе? Әлде өткізіп жібереміз бе? Жасап көрейік, жақсы. Так, 91-ші бет, 6-ші тапсырма. Түсініп тұрсыздар ғой да, не сұрап тұрғанын? Аха, жақсы. Бізде бір n дейтін айнымалы болсын, оны біздер клавиатурадан оқимыз. Input. Так, бізде n-ның мәні мынадай болсын. 8596. Так, 8596. Так, осыдан біздер 6-ны бөліп алуымыз керекпіз. 6-ны бөліп алуды білеміз ғой біздер, қалай еді? Процент. Нешеге бөлеміз? 6-ны бөліп алу керек. 10-ға бөлеміз ғой? 10-ға. Манадан бері айтып отырмыз ғой. Соңғы кез келген санның соңғы цифрын алу үшін процент 10 дейміз. Так, 6-ны аламыз, Енді маған мына 5-ті алу керек.
5-ті алу үшін мен 2 жолмен кетсем болады. Манағыдай бірінші 85-ті бөліп алуым болады. Болмаса 596-ны бөліп алуым болады. Қай жолмен кетеміз? N 2/100-ден кетуге болады. Вот, солай кетуге болады. Сіз айтасыз A N 2/100 болады. Яғни сіз алдындағы 100-дігін аласыз. 85 шығады. 85-тің 5-ін алу үшін не істейміз? Процент 10. Процент 10. Яғни 85-тің соңғы цифрын алу. Енді екеуін бір-біріне қоса қоямыз. Қиын ештеңе жоқ. A плюс бұны қосамыз. 8596 нәтижесі 11 шығуы керек. Кеттік. 7-ші тапсырма дейді. Дәл сондай түсіндіңіздер ода уже? Бостамыз уақыт алмай қойық. 8-ші тапсырма, мына өрнек берілген, айнымалар кез келген мәндерін осы өрнек мәнесі. Мынау да просто қалай беріліп тұр, солай жазып шығуымыз керек біз, Керек па, әлде өткізіп береміз ба? X берілген, Y берілген, Z берілген, көрдіңіз ба? X, Y, Z берілген. Мына жақта мынадай берілген кезде сіздерде қараңыздар, мынаны үшеуін бір жолдан беріп қойған, Пока біздер бір жолдан оқуды әлі өткен жоқ 6-шы класстар. Сіздер кажден бөлек-бөлек айнымалыға жаңа int деп бөлек-бөлек аласыздар. Негізінде бір жолдан да оқуға болатын еді, қазір бір жолдан қалай оқуды мен сіздерге көрсетемін. Мынаулар бір жолдан оқытылатын бар ма мына жерде? Вот, мына жерге келген, қараңыз. Қарайық. Input дейді, split әдісін қолданамыз дейді. Тізімге түрлендіру үшін split әдісін қолданамыз дейді. Тізімдегілер дейді. Ладно, бұлар қиын сияқты сіздерге. Қараңыздар, мына берілген мәліметтердің барлығын бір жолдан оқу үшін біздер басқаша шамалы жасайтын боламыз. Қарайық. Мысалы, бізге мына X санды бір-біріне қосатын программамызды қайтып келейік. Int input. Біздер A дейміз. Осы A-ның қажет жоқ. Одан кейін біздер B дейміз. Екеуін бір-біріне қосамыз, A плюс B. Орындауға жібереміз. Бұл менде 0,8 болсын. Қарайық. Мен бірінші санды енгізем. Мысалы 5 енгізем. Enter'ді басам. 6 енгізем. Enter'ді басам. Нәтижесі 11 шығады. Ешқандай проблема жоқ. Барлығы нормально орындалып тұр. Енді қараңыз. Дәл осы программа орындауға жіберем мен. Мен бұлай жазып көргім келеді. 5 пробел 6. Осы екеуін бір-біріне қосқым келеді. Enter'ді басатын болса, менде ашық шығады. Қате шығады. Value error дейді, яғни мәлімет мәндердің қателігі дейді. Мынаны мен мынадай кешегі көрген сияқты. Біздер қазір былай жасайын деп жатырмыз. Int дейміз. Оның ішіне біздер беріп жатырмыз. 5 пробел 6-ны беріп жатырмыз. Бұл айтады маған, мынаны мен санға айналдыра алмаймын. Көрдіңіз ба? Дәл жаңағыдай қате. Көрдіңіз? Енді қараңыз, мына Сөз қылып қарап тұр. Сөз қылып қарап тұр. Енді мынаны 5 пен 6-ны былай енгізген кезде біздер 5-ті 6-ны бөлек-бөлек алу үшін, қараңыз, мынау сөз ғой, сөз. Сөздің мынадай негізінде әдісі бар, сөзде split дейтін әдіс бар. Split. Біздер help пен қарап көрейік, Help, str, яғни str классының дейді, қазір класты пока білмейміз, оның split дейтін әдіс бар. Split дейтін әдісі не істейді? Split дейтін әдісі бізге тізім қайтарады дейді, және мына берілген жаңағы сөзіңіз бар ғой, соларды белгілі бір ереже бойынша сепаратор дейді, бұл жерде сепаратор бойынша бөлуге болады дейді. Сепаратор по умолчанию 0 дейді, ештеңе тең емес дейді. Яғни қараңыз, бізде мысалы 5 пен 6 былай берілген ғой? Былай берілген. Ортасында олардың не тұр? Пробел тұр. Демек, біздер осы жолды пробел арқылы бөлуіміз керекпіз. Split дейм, мен аның ішіне былай беруім керек. Яғни маған 5-ті бөлек қайтарып береді, 6-ны бөлек алып береді. Көрдіңіз, бірақ пробелді, егер пробел арқылы бөлетін болсаңыз, мына пробелдің да жазудан қажет жоқ, сіз просто split десеңіз болады. Қазір сізге 5-ті бөлек алып береді. Input'тың қасына split деп қосамыз ба? Input'тың қасына split деп қосамыз. Қараңыз. 5-ті бөлек алып береді, 6-ны бөлек алып береді. Көрдіңіз, Енді осы шыққан нәрсені сіз екі айнымалыға мынадай түрде меншіктетіп аласыз. A үтір B меншіктейді мынаны. Сізге A-ның орнына 5 келеді, B-ға неше келеді? 6 келеді. Көрдіңіз, А-ға 6 келеді. Енді мына жерде қарайтын болсаңыз, екеуінің де несі не тұр?
не түрінде келіп тұр? Тырнақша. Тырнақша түрінде, сөз түрінде келіп тұр да. Мен екеуін де неге айналдыруым керек болады? Санға айналдыруым керек болады, санға айналдыруым керек болады. Көрейік. Қарайық. Біздер айтамыз A үтір B дейміз. Үтір B дейміз. Так, input қала берсін. Мен айтам, input'тың қандай әдісі бар еді? Split. Так, одан кейін екеуіне де сөз келді ғой. Мен айтам, A-ны мен санға айналдырам, intқа. B-ны тоже неге айналдырамын? Int B болады, int B. Орындауға жіберіп көрейік, қарайық. Орындауға жіберем. 5% пробел 6 дейм. 11 шықты ма? 11 шықты. Аха, енді қараңыз, мына сплитте сіздер кез келген нәрсе негізінде беруге болады. Мысалы, сіздің екі мына саныңыз пробел арқылы емес, мысалы, олар бөлініп тұр, бір уақыт болсын. Уақыт болатын болса, көбінесе мынадай белгі арқылы. Яғни 11-ден, мысалы, 11-ден 38 минут кетті. Осылай жазылады. Дұрыс па? Қазір қарайық. Орындауға жібереміз. Мен айтам, 12 қос нүкте 59. 59 болмасын, 50 болсын. Екеуін бір-біріне қосамыз, қанша шығады? 62 шықты. Яғни, сплит дейтін әдіс мына жолды белгілі бір сепаратор бойынша бөледі. Біздің сепаратор қазір қос нүкте. Яғни 12-ні бөліп алады, 50-ді бөліп алады. Көрдіңіз, ә? Егер сіз осындай сепаратор арқылы қосындыны жазып тұрсыз, бірақ мынадай беріңіз, 12 плюс мысалы 56 деп жазыңыз. Қараңыз, мына жақта қос нүкте бар ма? Қос нүкте жоқ. Қазір сізде ошибка болады. Қос нүкте жоқ, сондықтан ошибка болады. Ол айтады, мен дейді, not values дейді, unpack, яғни мыналарды распаковка жасау үшін, былайша айтқанда, мынадай қос нүктені таба алмадым дейді. Көрдіңіз, ә? Сіз ол жақта, мына жақта не беруіңізге болады ол кезде? Плюс бересіз. Сіз айтасыз, 12 плюс 25, 12-ні бөлік, 25-ті бөлік бөліп алды. Түсінікті? Так, егер ештеңе бермейтін болсақ, ол не арқылы бөледі? Пробел арқылы бөледі. Пробел арқылы бөледі. Енді қараңыз. Ана жерде да, мысалы, AB input.split дедік қой? Иә. Соны ана input деп, бүтін бөлік int деп жазып, общий int деп бір жерге жазып кетсе болмай ма? Сол жерге int депті input'тың алдына. Жоқ, ол кезде қараңыз, ол кезде сізде ошибка болады. Неге ошибка болады? Өйткені мына сплит дейтін әдісі жаңа көрдіңіздер, ол, қазір мен көрсетейін сізге, ол бізге не қайтарады, ол бізге тізім қайтарады. Тізімді пока білмейміз, но сонда да қараңыз. Мысалы 5 пен 6-ны аралатын болсам, мынадай қалдырады. Көрдіңіз бе? Тізім мынау. Енді сіз осы тізімді сіз былай жазайын деп тұрсыз, былай қылып жазайын деп тұрсыз ғой. Орындауға жіберетін болсаңыз ошибка болады. Өйткені мына int дейтін функцияны кеше қараған кезде ол жақта тек бір ғана мән керек. Мынауыңыз сіздің бірнеше мән. Яғни iterable объект. Оны сіз олай просто так айналдыра алмайсыз. Енді қараңыз. Біздер мынаны a, b деп int деп жазып тұрмыз ғой бөлек-бөлек. Бұны бөлек-бөлек жазбауға да болады. Егер сіз бөлек-бөлек жазбайтын болсаңыз, мынаны мен сіздерге қазір қалдырайын. Сіздер басқа бір әдісті қолдануыңыз керексіздер. Сіз айтасыз, мына intке, мынаның 5-ке 6-ны мен санға айналдыруым керекпін. Санға айналдыру менде int. Но бірақ просто так мен intті мынадай түрде жаза алмаймын. Мен ол үшін менде map дейтін арнайы функция бар. Менде map дейтін функция бір екі параметр қабылдайды. Бірінші параметр ретінде бұл белгілі бір функцияны қабылдайды. Және екінші параметр ретінде белгілі бір iterable объект дейді, яғни жаңағы тізім тағысында бір нәрселерді қабылдайды. Және қараңыз, мына берілген функцияны мына каждый iterable объектінің элементтеріне орындатып шығады. Яғни 5-ке intке қолданады, 6-ға intті қолданып шығады. Яғни каждыйына бөлек-бөлек. Көрдіңіз бе? Но бірақ inттен кейін сіз мына жақта үтір қоюыңыз керексіз. Яғни бірінші параметр int, екінші параметр ол мына нәрсе. Мынау ол кезде сізде мынау қажет болмай қалады. Оны осылай қалдырасыз. Көрдіңіз бе? Мына екі жолды қысқартып, сіз бір жолға жазып шықтыңыз. Орындауға жіберейік, көрейік. Так, 5 6-ны бересіз, нәтижесі 11. Көрдіңіз бе? Сұрақтарыңыз?
есеп шығару барысында былайша осылай map дегенді ұмытып қаласың ғой былайша. Аха. Итпен шығарып кете бересің ғой былайша біздер мысалы шығаратын болсақ. Ну, мынадай түрмен де кетсеңіз болады, ешқандай несі жоқ, разницасы жоқ. Просто мына жақта көрдіңіз ба, мысалы, екі айнымалы емес, мысалы, сізде 4-5 айнымалы болатын болса, каждыйына бөлек-бөлек жазу керек болады да. Егер сізде 4-5 айнымалыны бір жолдан оқу керек болатын болса, сіз кете бересіз. С, Д, не, Е деп кете бересіз. Нарада бірден бір берші, бір негіз жолға берші береміз, каждыйына интті сіз жазып отпайсыз, ол өзі автоматически өзі каждыйына инт жасайды. Каждыйына инт жасайды автоматически. Мына жақта сыны қосайық, мысалы, енді қараңыз, сіз мысалы бердіңіз, 5 пен 6-ны бердіңіз, орындауға жіберетін болсаңыз, тоже ошибка шығады. Неге ошибка шықты? Өйткені сізде мынаны бөлген кезде, мынаны бөлген кезде неше мән шықты? 2-ақ мән шықты ғой. 3 мән берілген, бірақ шығарып тұрған. Иә, 3 мән берілген, шығарып тұрған мәніңіз 2, сондықтан ошибка болады. Сіз мына жерде 3 мән беруіңіз керексіз уже. Ошибка болмайды. Сыны шығарып көретін болсаңыз, ол 3-ке өтеді. Көрдіңіз? Так, егер 4 мән беретін болсаңыз, ешқандай ошибка емес, ошибка болады екен, С. Так, ол бізде отдельно бөлек не беру керек қой ол бізде. Ананың жаңағы меншікте ететін мәндермен мына тізімнің элементтері бір-біріне сәйкес келу керек екен саны бойынша. Көрдіңіз бе? Мына жақта 3 болатын болса, мына жақта да сіз 3 мән беруіңіз керексіз. Сұрақтарыңыз? Біз ана жерге А мен Б-ны қостық та С-ға қоспайды. Соны өз алдына просто қалып қойды, сондықтан. Сұрақтарыңыз? Жоқ. Так, мапты түсіндік па? Түсіндік. Так, қайталап айтамын, қараңыз, map дейтін функция белгілі бір екі параметр қабылдайды. Біріншісі ол белгілі бір функция, екіншісі белгілі бір iterable объект. Мына iterable объектінің әрбір элементіне ол мына функцияны қолданып шығады. Мысалы, қараңыздаршы, мысалы, бізде пока мынадай бір нәрсе болсын, мен сіздерге мысал көрсетейін. Мысалы бір тізім болсын, пока тізімді білмейміз, ладно, мынау тізім, онда 5, минус 9, минус 6, и сосын 3 тұр. Сіз бұлай жасауыңыз болады, қараңыз. Map дейсіз, маған мыналардың барлығын 10 санға айналдыру керек. 10 санға айналдыру үшін бізде қандай функция бар еді? Жоқ. 10 санға айналдыру үшін модуль бойынша функцияның аты қалай еді? ABS, қараңыз. Мен каждыйына мынаны бөлек-бөлек ABS-ті жазып отырмаймын. Мен айтам, менде ABS дейтін функция бар. Сен осы K-ға каждыйына қолданып шық. K-ның элементтерін каждыйына қолданып шық. Нәтижесін маған осы, білмеймін, нәтижесін қайтадан L дейтінге меншікте. Қазір L-ді мен просто так шығара алмаймын. Мен айтам, print L-ді как тізім түрінде шығару керек. Тізім түрінде шығару керек болатын болса, list L. Қараңыз, орындауға жіберем. 5, 9, 6, 3. Так, менде қате шығады. Так, нешінші жылда қате беріп тұр. Так, астында қалып қойды. А мен Б қалып қойды. А мен Б-ны шығарғысы келіп тұр, бірақ менде А мен Б жоқ қой. Пока сондықтан қате болып тұр. Так, орындауға жіберейік, қарайық. Каждыйын 10 санға айналдырып берді ма? 10 санға айналдырып берді. Яғни қайталап айтам, мына функцияны мынаның әрбір элементіне қолданып шығады ғой. Наған қолданады. Әрқайсына Жеке бөлек-бөлек қолданады. Қолмен каждыйына жазудың қажеті жоқ, өзі автоматически қолданады. Егер мысалы біздер тағы қандай функцияны білеміз? Мысалы S-терді білеміз ғой? S-тер не істейтін еді ол? Әрпістер? Жолға айналдырады, Жолға айналдырады. Орындауға жіберіп көрейік, қарайық. Каждыйын жолға айналдырып берді ма? Айналдырып берді, Түсіндіңіздер ғой, да? Сұрақтарыңыз? Сұрақ. List деген функция қандай қызмет атқарады? Map па мынау? List. List деп отырамыз, список тізім құру. Бұл жерде қараңыз, мынаны тізім түрінде шығармайтын болсаңыз, ол сізге қазір map object дейтін объект құрып береді. Негізінде біздер оны көру үшін тізімге айналдырамыз. Тізімді ертең өтеміз, асықпаңыздар. Қорықпаңыздар. Мынадай результатын просто көру үшін. Көрдіңіз, Олимпиада
математикалық есептердің көбісінде осындай нәрселер келеді ғой бір. Иә, сол белгілі бір тізім берілген, массив берілген, өйту керек, бүйту керек дейтін есеп беріледі. Как раз олимпиадалық есеп деп кеттік қой, как раз сіздерге кеше ана нені аштым ғой, сіздерге ссылка жібердім ғой. Көрдіңіздер ма? Иә. Аха. Тіркелдіңіздер ма? Иә. Так, шығарып көрдіңіздер ма? Менде де не шығып тұр, ошибка ма бірдеңе шығып. Аха, неге ошибка шығады? Аха. Қарайық, бірінші есепті қарап көрейік. А және Б дейді. Кіріс файлында бірінші жолында қазір қараймыз. Аха, қараңыз. Екі сан берілген, А және Б сандар берілген. Б сандарының қосындысын табыңыз. Екеуінің қосындысын таба аласыз ғой? Таба аласыз, да? Қараңыз. Екеуі неден оқу керек? Екеуін бір жолдан оқу керек па? Бір жолдан оқу керек, е? Бір жолдан оқитын бізде бар ғой? Бір жолдан оқитын бар, е? Так, мынаны мен сіздерге қалдырайын. Закомментировать. Так, бір жолдан оқу былай ғой бізде, солай ма? Иә. Солай, да? Так. Астың жағына прямо мына жаққа жаза беріңіз болады. Так, сыны алып тастаймыз ғой. Артық та бізде. Так, екеуінің қосындысын шығару керек, значит, А плюс не болады? Б болады. Енді қараңыз, отправить дегенді басам. Астында сіздерде төменгі жағында мына жерде нәтижесі көрініп отырады. Қазір менде тестируется дейді. Егер барлығы дұрыс болатын болса, менде окей дейтін шығу керек. Так. Аха, окей шықты ма? Окей шықты. Енді қараңыз, мен екеуінің қосындысын емес, байқама мен екеуінің көбейтіндісін тауып қойдым. Орындауға жіберіп көрейін. Қазір 45-ті 55-ке көбейтеді, оның нәтижесі қараңыз, нешеге тең емес қой, 110-ға тең емес қой, 100-ге тең емес. Қазір мына жақта менде wrong answer дейтін шығу керек, яғни қате жауап. Так, көрдіңіз ба, wrong answer дейді, неверный ответ. Қате жауап шықты ма? Қате жауап шықты. Минус қоятын болса ше? Минус қоятын болсаң да бәрі қате болады, өйткені сізге екі санның несін тап деп тұр? Қосындысын тап деп тұр. Мына жаққа бірінші есеп болғандықтан мен мынадай қылдырып жазып қойдым, егер есепті шығара алмасаңыз, мынаны копировать етіп алып, мына жаққа салып тексеріп көруге болатын еді. Болмаса, екінші жолмен, манағыдай жолмен. Көрдіңіз ба? Екеуін бөлек ентке алып, мынаны копировать етіп алып көрейік, мына жаққа салып көрейін. Отправить басамыз. Менде ошибка шығарып тұр осы. Ошибка шығармайсыз, значит, бір нәрсе дұрыс жазамай тұрсыз. Менде ошибка шығарған жоқ қой. Регистрация жасау керек, регистрация жасадым ғой. Иә, мына Яндекске регистрация жасау керек, егер аккаунтыңыз болса, кіре бересіз, сізде ашылады, мындай болады. Аккаунтым бар ғой мен. Google аккаунтпен де кіре беруге болады, бәрібір қандай аккаунтпен кірсеңіз де. Иә, болады. Окей шықты ғой. Окей шықты, да? Окей шығады, сосын қараңыз, мына жақта, мына есептің турасында, егер есепті шығаратын болсам, қасында галочка көрініп отырады. Галочка отырды. Көрдіңіз ба? А есеп шықты. Так, түсінікті да? Енді қараңыз. Екінші есепке басасыз, Б есебіне. 5-ке 5, 25 дейді. Мына жақта өзіңіз оқисыз, түсінесіз, жақсы есеп. Сосын жауабын шығарасыз. Мен жауабын көрсетпей қояйын қазір. Мен тексеріп көрдім, шығып тұр. Сіздер өздеріңіз шығарасыздар. Мен кімнің не шығарғаны мына жерден положение участник дейді, содан көріп отырам. Сіздер де бір-бірлеріңізді көре аласыздар. Қараңыз, қазір Имбетов Ерлан ағай жіберген, оның жауабы қате болған, 0 балл болып тұр, көрдіңіз ба? Егер ол дұрыс жауап беретін болса, бірнеше балл алады, мына жаққа очкиге ол көріне береді, қосыла береді. 2-ден бастап шығарамыз ба? Жоқ, 1-ден бастап шығара беріңіз. Аха. Бізде 4 адам тіркелген, қалған адамдар тіркелу керек болады. Сұрақтарыңыз? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ дейді. Онда іске сәт. Бүгін ертең видео жазып алдыңыз ғой? Видео жазылып жатыр, қазір конвертация жасап, 1-2 сағаттан кейін YouTube-қа салам. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы. Сау болыңыз.